балалар бері қараймыз. Біз өткен сабақтарда септіктерді өтіп жаттық, иә? Енді бүгін кезек септік өтетініміз шығыс септік екен. Шығыс септіктегі өтудегі мақсатымыз сөйлемнен шығыс септіктің жалғауы жалғанған сөздерді таба аламын дейді. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Сөйлемнің ішінен шығыс септік қайсында жалғанады, қай сөзде жалғанады. Соны табуды үйренесіңдер бүгін. Бірінші түсіндіремін, сосын сөйлемнің ішінен табасыңдар. Соны тапсаңдар, яғни сабақтың мақсатына жеттім деген сөз, иә? Екінші мақсатым шығыс септік жалғауларын білетін боламын дейді. Бүгінгі біліп, үйреніп, сөздің ішінен шығыс септігінде тұрған сөзді тапсақ, бүгінгі сабақтың мақсатына жетеміз. Ол үшін қазір мен шығыс септігінің сұрақтарын, жалғауларын, оған байланысты сөздер құрастырып көреміз. Соны құрастыру арқылы есімізде қалады. Түсінікті ме? Ал шығыс септігінде бірінші мен жалғауларын таныстырайын, сосын жалғауға сүйеніп, нені табамыз? Сұрағын табамыз. Оқулықты бәріміз жоқпен. Бірінші жалғауларымен таныстырайын. Шығыс септіктің жалғаулары, мына шетке жазып қоямын. Нан. Жіңішке не болады? Не болады. Дан. Ден болады. Өздерің ақ біліп отырсыңдар. Өйткені тура осы сөзді жіңішке айтылуы. Тан. Тен. Көрдіңдер ме? Осы жалғаулар шығыс септігінің жалғаулары. Енді осы шығыс септігінің жалғауына сұрақ қою үшін, бірінші сұрағын табу үшін біз атау септіктен тұрған бір сөзді табайық. Не сұрағына жауап беретін болмаса, кім сұрағына жауап беретін? Қандай бір сөз айтыңдар? Қорап. Қорап? Мақұл. Не? Қорап. Қорап деген ойына түсті. Сұрақ қоямыз. Бұл? Не? Е? Не? Қорап. Зат. Енді осы затқа кез келген жалғау жағы. Қорап. Тан. Қораптан. Мысалға қораптан кітап алдым болмаса, қораптан кесе алдым деген сияқты бір сөйлем құрастырылады. Қораптың ішінен, кішкентай коробочканың ішінен. Қораптан. Яғни тан жалғау жалғалықты. Себебі, неге біз танды таңдап алдық, неге тиімді айтпаймыз? Өйткені оның алдында тұрған сөз, түбір сөзіміз, атау сөзіміз, не? Жуан. Өйткені ондағы дауыстылар жуан. Сол себепті жалғанған жалғау да жуан болады. Бұның бір-бірінен үндеседі. Түсіндік пе? Жақсы, тамаша. Бұл не деген сұраққа жауап берді? Зат. Енді мен сендерге осының көпше түрін айтайын. Ауызша айта салайық оны, көпше түрін. Қораптар. Қораптар ғой, көпше түрі. Қораптар. Дан. Қораптар. Мынау тар дегенде қандай жалғау? Көптік жалғау. Қораптар. Дан деген бүгінгі неміз? Шығыс септігінің жалғауы. Енді қазір осының бәріне сұраққа дайындалып отырамыз. Данды таптық. Бұл не? Нелер деген сұраққа жауап берді? Нелер? Көпше түрі. Енді кімге сұраққа жауап береді? Кім деген сұраққа жауап береді? Қандай? Бір сөз табыңыз. Кім? Әкені айтып қойғанбыз. Оқушы, кім? Адамның аты. Кім? Аға, кім? Мұғалім деген сияқты, ұстаз деген сияқты бола береді. Қайсысын жазайық? Аға ма? Аға. Кім? Аға. Енді қайсын қосамыз жалғауы? Қандай сөз шығады? Мысалға, ағадан сұрау керек деген сияқты бір сөйлем кездессе, ағадан деп, ағадан үлгі алу керек деген сөйлем болуы мүмкін. Сол сияқты сөйлемдер кездесіп жатса, осы түбірі, яғни атау септік болса ғана, оған жалғанған жалғауды қарау арқылы қай септік екенін тауып аламыз. Мына сөз қай септікке тұр қазір? Шығыс септікке тұр. Тағы да енді көпше түрде? Дұрыс айтасың. Кімдер, көпше түрі, Сұрақ? Сұраққа жауап? Дұрыс, ағалар. Қайсы? Дан. Ағалардан. Мынау көпше түрі, мынау жалғауы. Тура жаңағыдай жуан жалғау жалғас. Өйткені түбірі жуан. Түсіндік па? Кімдер емес, кімдер дем болу. Кімдер дем.
жоқ, бұл дұрыс айтасың. Бұл кімдер дегенге мен бірінші айттым, мына жалғауды қосып тұрған жоқпын. Кімдер деген атау септікте тұрған бір сөз, осы сөзді атау септікке айналдырайықшы деп жатырмын. Түсіндік па? Бірінші біз мынаны қазір жалғап жатырмыз. Біздің сұрағымыз кімдер? Ағалар. Біз жалғауды қазір алып келіп жатырмыз. Түсіндік па? Мен бірінші көпше түрдегі атау септіктегі сөз табында келіп жатырмын. Сонда ғана сен әйтпесе сразу мынаның сұрағы кімдерден болып қалмайды ғой? Кімдерден болып кетеді сұрағы. Бізге сұрақты енді табамыз. Енді келе жатыр. Менің түсіндіріп жатқаным бірінші атау септіктегі көпше түрдегі сөзді тап деп жатыр. Сонда кімдер десең, ағалар болады. Түсініп отырсыңдар ма? Енді мына данды қазір алып келдік. Біз мынаны не үшін алып келіп жатырмыз? Мен мына жерде қазір сұрақ құрастырамын сендерге. Ол сұрақты өздерің құрастырасыңдар. Шығыс септікте тұрған қандай сұрақтар болады екен? Соны өзіміз табуымыз керек. Сонда санамызда қалады. Түсініп отырсыңдар ма? Ал енді көпше түрі жеке түрі және көпше түрлерінің бәрін таптық. Енді осылардың жеке қораптан дегенге сұрақ құрастырайық. Қораптан сұрақ. Неден деген сұрақ болады екен. Қазір кітаппен салыстырып көреміз. Пока кітап жабылды. Неден? Мынау сұрақ. Бірінші сөзді оқыңдар. Сұрақ. Нелерден? Келесі мына сұрақ. Бірінші сөзді оқимыз. Ағадан. Сұрақ. Кім? Нен? Ағадан дұрыс. Келесі сөзді оқимыз. Сұрақты бір сөзді оқып алыңдар. Ағалардан. Сұрақ. Мені елдегі сұрақ. Кімдерден? Бірінші сөзді оқисың, сол сөзге сұрақ құрастырасың. Мына сұрақ бұның сұрағы емес, бұл сөздің сұрағы емес, бұл түбірінің, яғни атау септікте тұрғанның сұрағы. Түсініп отырсыңдар ма? Шатаспаңдар. Енді мен сұрақты енді мына сөзге қарап, толық сөзге қарап сұрақ құрастырып жатырмын. Яғни қазір енді оқулықты ашамыз. Оқулықты ашыңдар. Одан кейін тағы да бір сұрағы қайдан деген сұраққа. Кімдерден, нелерден, кімнен, неден, енді қайдан деген сұраққа жауап беретіндей. Қайдан? Мектептен. Жақсы, мектеп. Түбірі өйткені мектеп. Түбірі міндетті түрде не болу керек? Зат есім, яғни атау септікте тұру керек. Мектеп. Тен. Мына тен келді. Өйткені бұның түбірі мектеп. Қандай сөз? Жіңішке сөз. Өйткені одағы дауысты әріптердің бәрі жіңішке. Дұрыс айтасыңдар. Енді мектептен сұрақ қоямыз. Қайдан келді? Мысалға, қайдан? Енді оқулықты ашайықшы. Оқулықты ашайық. Мен ереже оқимын. Менімен бірге сендер 31-ші бетті ашыңдар. Тексереміз. Мына сұрақтар келді ме? Шығыс септігіндегі зат есімдер кімнен? Кімдерден? Неден? Нелерден? Шықтыр ма? Қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс септіктегі, атау септігіндегі сөзге нан, нен, дан, ден, қан, тен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды шығыс септік жалғаулары деп атаймыз. Біз міндетті түрде бірінші септіктің жалғауын жаттауымыз керек сұрағынан бұрын. Жалғауына қарай, осы жалғауға сүйеніп, не сөз қосамыз, сөзді табамыз. Сол сөзді табу арқылы біз оның сұрағын табамыз. Түсінік ма? Өстіп сұрағы сөздің сөйлемнің ішіндегі шығыс септігіндегі сөздерді табуға болады екен. Түсіндік па? Түсіндік. Жақсы. Онда дәптермен жұмыс